16 жасқа толған балаларға арналған. Қандай да бір жаңалықты қалың жұртшылыққа толыққанды әрі ұғынықты етіп жеткізу журналистер қауымының басты міндеті. Бұл ретте кез келген мекеменің бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысының мығым болуы және маңызды. Біздер бүгінгі шығарылымда баспасөз хатшысы қандай қасиеттермен ерекшеленуі тиіс, олардың атқаратын негізгі миссиясы қандай деген ойлы сауалдардың жауабын іздейтін боламыз, армысыздар. Тікелей эфирде өмірдің өзі және мен Толқын Қабылша. Қадірлі көрермен, бізбен тікелей желіде байланыс ой пікірлеріңізді білдіруге, сауалдарыңызды жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Біздің хабармен етене болғайсыздар, сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Бүгінгі баршаңызға студия төріне қош келдіңіздер дейміз. Сөзіміздің басында баспасөз қызметкері, баспасөз жалпы хатшысы қандай болуы тиіс, қандай миссияны атқарып жүр бүгінгі қоғамда деген сауалға сіздердің жауаппен бастасақ. Сөз басын. Негізі баспасөз хатшылары, саламатсыздар ма? Амандасып қояйық. Негізі баспасөз хатшылары жұмысы қазіргі уақытта ең бір негізгі баспасөз хатшының қызметі халық пенен билік арасындағы көпір деуге болады. Мысалға, кері байланыс орнату деп айтуға болады. Қазіргі уақытта мен өзім осы салаға келгеніме қазір 2 жылдың уақыты болды. Негізі мамандығым журналист емес. Алайда осы қызмет, осы сала, осы баспасөз хатшылығы өзімнің былайша қайында хоббиім деп есептеуге болады. Өте жақсы көремін өзім саламды. Сүйіп жұмыс жасаймын. Күнделікті жаңағы мен әлеуметтік желіде, Фейсбукта дейміз ғой. Өзіміздің жаңалықтарды халыққа тез жылдан таратуға құмарым. Сол үшін баспасөз хатшылығы қазіргі уақытта рөлі де өте жоғары деуге болады. Жалпы баспасөз хатшысы қызметі сіздің ішкі мұратыңызбен, өзіңіздің болмысыңызға тән қандай да бір азаматтық ұстанымыңызбен етене, сіз сол себепті бұл өз қызметіңізді сүйіп атқарасыз. Арайлым. Жалпы бұл тақырып өте бір өзекті, қазіргі таңда сондай бір маңызды тақырып деп санаймын. Себебі мен енді өздеріңіз білесіздер, бұған дейін журналист болып осы Қызылорда телеарнасына біраз уақыт жұмыс жасағанмын. Әуелі осы мәселеге қысқаша тоқталып өтсем, сол журналист болып жұмыс жасап жүрген уақытта біздің тікелей жұмысымыз баспасөз хатшыларымен болатын. Сол кезде көп сұрақтар туындайтын, неге баспасөз хатшысы осылай істемейді екен? Неге баспасөз хатшысы бізге осындай ақпарат бермейді екен деген секілді сауалдар туындап, сол көкейімізде қалып жататын. Енді бір сол сауалдарға өзім жауап беретін тұлға ретінде осы екінші жағына шығып отырмын қазіргі таңда. Бұл маған бір таңсық жаңағы жұмыс емес. Біз осы жұмыс барысында тікелей баспасөз хатшыларымен жұмыс істегендіктен олардың жұмысымен етене таныстық. Және осы ретте ақпаратты жаңағы іздеген кезде нақты және дұрыс ақпаратты баспасөз хатшысынан алу. Негізгі баспасөз хатшысының сонда жұмысы дұрыс, нақты, мәліметті және сапалы, жылдам беру деп ойлаймын. Және бұл ретте тек ақпаратты беріп отыру ғана емес, осы өзінің саласында баспасөз қызметі қандай мәселе толғандырады, қандай күрделі де бір мәселе бар көтерілетін, соны журналистерге айтып отырса, сол мәселенің бір шешілуін, сол мәселенің бір алдағы уақытта әрі қарай да дамытуға мүмкіндік туады. Және баспасөз қызметшісі ретінде осы тұрғыда біз көптеген сауалдарды қазір қозғап жатырмыз. Өзім қазір Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің баспасөз хатшысы болып жұмыс істеп жатырмын. Бұл үлкен оқу орны, іргелі. Сондықтан бұл жердегі көп мәселе білім ғылыммен байланысты болғандықтан көптеген мәселелер қазір қозғалып жатыр және соның қозғалуына әр мекемедегі баспасөз хатшысы деп ойлаймын. Осы тұрғыда ықпал ететін, ықпал ететін. Бағдат, сіздің пайым қандай? Армысыздар, құрметті көрермендер. Біріншіден жаңа өзіңіздің Толқын сіздің сұрағыңызға жауап берді. Баспасөз хатшысы қандай болу керек және оның міндеті не? Баспасөз хатшысының бүгінгі таңдағы міндеті бұл осыдан бір 5-10 жыл бұрынғы стандартқа сәйкес келмейді. Бүгінгі таңдағы баспасөз хатшылар бұл идеолог болу керек деп есептеймін өзім. Өйткені бұл идеологиядан хабар жоқ адам баспасөз хатшысының бір жұғыспайды екеуінің арасы.
идеологияда жұмыс идеологиялық бағытты нақты ұстанған, идеологиялық бағытта өзің бір ішінде жігері бар, соның бір өзің бір қалай десек іргетасы қаланған, сол жерден қалан өсіп шыққан адам ол жақсы баспасөз хатшысы болады деп өзім есептеймін. Ал ол қандай болуы тиіс? Ол бүгінгі таңда жылдамдықты, қазіргі заман бізде қазір ақпарат ағынының тез жүретін заман, тез сапалы ақпарат беру және ол ақпаратты жететін соны өзі контингентке жеткізу, соны қабылдайтын ортаға жеткізу. Ал кейбір кездері біз болып жатыр, бір ақпаратты береміз, ол ақпарат ол ортаға емес, басқа ортаға береміз, ол ортада ол қолдауын таппайды, немесе басқа бағытқа бұрылып кетіп жатыр. Сол себептен берілетін ақпараттың да өзінің уақытысында өз контингентіне берілу керек деп ойлаймын. Сол баспасөз хатшының жалпы міндеттері өзінің жұмысын, өзінің саласын жетік білу және соны насихаттау. Бүгінгі таңда пиар менеджер деп көп айтып жүрміз ғой, пиар менеджмент деп. Осы пиар менеджердің үлкен бір баспасөз хатшысы мен қазір кезде пиар менеджер екеуінде кейбір кезде екеуін қабастастырып жатады, кейбір кезде екеуін бөліп жатады. Ал жалпы бізде мемлекеттік қызметтегі қазір саласында жүрген кезде әрқайсымыз біз баспасөз хатшымызда, бір жағынан пиар менеджерде ол жұмыста бәрін атқарып жүрміз. Оның үстіне бүгінгі таңда әлеуметтік желілердің өте қатты дамыған заман, әлеуметтік желілерді SMM менеджерде осы баспасөз хатшылары мойнына ілінді десек болады. Түсінікті. Енді ортамызда іргелі бір саланың тәжірибелі баспасөз хатшысы қызметін атқарып жүрген білікті маман отыр. Мен ойлаймын, енді алдыңғы буын ретінде және де бүгінгі заманауи талаптарды да еңсере жүріп, сіз осы ортада бір өзіндік ойып тұрып орын алып жүрген белді маман деп ойлаймын, сізді пайымдаймын. Айтарыңыз сіздің тұжырым қандай? Баспасөз хатшысы дегенде мен екіге жіктеп берейін сізге. Баспасөз хатшысы болды. Мен денсаулық сақтау саласына 2005 жылы келдім. Қазір 15 жылға жуықтады. Денсаулық сақтау саласына қосқан үздігі төс белгісінің иегерімін. Соған қарағанда енді денсаулық сақтау саласында шынымен де орным бар шығар деп есептеймін. Әрине 2005 жыл біздің облыста баспасөз хатшысы деген лауазым жоқты. Ең бірінші біздің сала енгізді осы лауазымда. Келдім, мамандығым журналист. Мен өзім білмейтін салаға келдім, бірақ мен бар жан-тәніммен жаңағы әріптестерім айтпақшы, осы салаға қызмет көрсетуге кірістім. Ол кездегі миссиямыз біздің, ол кездегі мақсатымыз саланың ақпаратын журналистерге тез әрі жылдам беру болатындығын. Ал енді қазір Бағдат айтпақшы, қазіргі біздің заман талабына қарай өзің айтпақшы, баспасөз хатшысының жұмысы деген ауқымды болып кетті. Рас, Нұрбол айтқандай, біз халықтың тікелей мұң-мұқтажын елеп, екшеп, соларға өзіміздің қолымыздан келгенше көмек беретін маманымыз деп есептеймін өзімді. Қаншама сауалдар түсіп жатады, қаншама адамдар келіп жатады, соны жылдам, ешқандай қабағыңды шытпай, жүгіріп жүріп, тез орындап берсең, мінекей сенің мамандығыңның, сенің істеп жүрген қызметіңнің, күнделікті жеп жүрген наныңның ақталған деп есептеймін. Дұрыс айтасыз, жалпы бүгінгі таңдағы ғаламтор дейтін кеңістіктің дәуірлеп тұрған кезеңінде әлеуметтік желі арқылы халық өзінің көкейкесті мәселесін тікелей сіздерге кез келген салаға сауал ретінде жолдауына немесе өзін толғандырған мәселені тілге тиек етуге мүмкіндігі мол. Бұл тұрғыдан келгенде мен байқап қалам, бүгінгі таңда сол желілерде баспасөз хатшылары кәдімгідей ұтымды ұшқыр жауаптар арқылы әлгі наразы адамның өзінің көңілін орнына түсіріп, қандай да бір салиқалы шешім шығаруына, көзқарасының оң болуына игі ықпалын тигізіп отырады. Солай ғой. Бағдат айтып кетті, идеолог болу керек. Баспасөз хатшысы ең бір сауатты болу керек. Ол өзінің ғана мамандығын емес, ол барлық тарапта да сауатты болу керек, заңды да білу керек, ол күнделікті жағдайда да білу керек, саясатты да білу керек, және біле отырып, соның өзінің пайдасына қарай шығара білу керек, жауабын бере білу керек. Бүгін ғана мысалы күндіз менде бір сауал болды. Әрине ол қарап отыратын болсаң, әлеуметтік желінің ар жағында отырған тұрғындар үшін бір кәдімгідей мысал ретінде айта кетейін, баламды ауруханаға жатқызбады деп жатыр. Оны былай қарап саралап қарайтын болсақ, әрине оны жатқыза алмайтындай дәрежеде. Бұл жерде халыққа қалай жеткізесің жатқыза алмайды деп. Шындығында ол баланы біз екінші бір жағдайдан, дәрігерлер екінші бір жағдайдан қорғап отыр. Ол баланы үйде
стационарлық емге алуға жолдап отыр. А бірақ соны жеткізу үшін ол адамның ана әлеуметтік желіде сұрақ қойып отқан адамның көңіл табуы керек, әр сауатты жауап бере білу керек. Сондықтан мен ойлаймын өзімнің әріптестерімді, отқа жанып, суға батып жүрген жандар деп. Жалпы стратегиялық жағынан мықты саясаткер бола білу керек қой. Сіздердің ең үлкен жалпы сіздерге қойылатын басты талапты осы бәлкім. Сондай-ақ бізде ауыл шаруашылығы саласының баспасөз хатшысы маманы отыр ортамызда, Зарида Балтабаева. Сіздің пікірді естісек. Қайырлы кеш. Мен осы әріптестеріме қосыламын. Расында да жаңағы хатшы болу ол оңай жұмыс емес расында да. Әсіресе біз енді журналист мамандығы емес, біз жаңағы компьютердің маманы болғаннан кейін осы заманауи неге байланысты енді сенің қолынан келетін шығар деген сияқты осы саланы алып жүре алатын шығарсың, сен икемің бар деген сияқты бәрімізге сенім артылды. Енді оны сенім артылғаннан кейін жоқ деп біз нете алмаймыз. Қашудың өзі не ғой, енді қолымыздан жасап көрейік деп солай енді журналистер қауымымен солай жұмыс істеуге кірістік. Әр саланың өзінің ерекшелігі. Ауыл шаруашылығы деген былайынан айта салғанға бір өсімдік, мал шаруашылығы деп айтқанға бір оңай сияқты, расымен де ектің шығып жатыр, өсірдің деген сияқты. Ал оның өте ауыр сала екені белгілі. Мысалға адам баласы жыл 12 ай бойы тамақтанасыздар. Ол осы ауыл шаруашылығына байланысты, оның қиындығы да бар, проблемалары бар, жақсы жағы бар деген сияқты. Соның жақсы жақтарын, атқарылып жатқан жұмыстарды халықпен тығыз байланысты қалай жасау керек, біз жасап жатқан осы еңбектегі даладағы жаңағы жұртшылықтың жұмысын қалай жеткіземіз деген сияқты. Сондай жұмыстарды біз жеткізе білу керекпіз. Мысалға біз жаңағы апта сайын жәрмеңкелер ұйымдастырамыз. Бұрындары мысалға халық газеттерден, теледидарлардан көрсе, қазір енді әлеуметтік желі дамыған, барлығы уже әлеуметтік желіден қарап отырады. Қай жерде болып жатыр, қандай проблема болып жатыр. Бір жағынан ол бізге де оңай. Қандай проблемалар болып жатыр біздің салада деген сияқты, соған өз уақытысында солай жауап беруге тырысамыз. Жалпы мен бұған қосып өтейін. Қазір айтатын боласыздар. Желіде көрермен тұр екен, күтіп бізді тыңдап көрсек пікірін. Алло. Тыңдап тұрмыз. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, қайырлы кеш Толқын ханым. Бүгін керекті бір тақырыптан бірі қозғалып жатыр екен. Сіздерге үлкен рахмет. Менің айтайын деген сұрағым бар, ұсынысым ба. Қазіргі кезде көп нәрсе осы баспасөз қызметшілерді халыққа қалай жеткізуіне байланысты. Халыққа сұрақ қойылады, өтініш қойылады, солардың жеткізуі сол адамдардың кейбіреудің біліктілігінің төмендігінен ба, осы солардың жауабынан сол мекемеге, сол билікке, сол басшыға қатысты көзқарас пайда болады. Сондықтан осы баспасөз қызметін таңдауда, өзіне талдауда осы қандай негізгі басты қағидаларды ұстанған жөн? Рахмет. Рахмет хабарласқаныңызға. Жалпы мынау мекемелердің баспасөз хатшысын таңдаған кездегі қандай қағидаттарға сүйенгені жөн деген сауалды жолдады, және айта түсетін болса бұл бағытта. Жауап берген сияқтымыз, жалпы қандай қағидаттарға, қандай негіздерге сүйенетінге жалпы төртеуміз, бесеуміз жауап беріп кеткен сияқтымыз. Меніңше. Дегенмен осы сіздердің мамандықта қателеспеу бұл ең басты қағида ғой. Өйткені қандай да бір мекеменің абыройына нұқсан келу немесе оның жетістікке жетіп елдің арасында насихаттау осы тікелей сіздермен. Саясаткер болу, саяси тұрғыда. Халықтың тілінде, түсінікті тілде жеткізе білу керек. Тиянақтылығы да burada бар. Жалпы осы мен қазір 2,5 жыл болды ғой баспасөз хатшысы болғаныма. 2,5 жылдың ішінде көптеген семинарға бардық. Астанада, Алматыда, Шымкентте көптеген 3 күндік, 4 күндік семинарлар болады. Сондағы сыр өңірінің, яғни Қызылорда облысының баспасөз хатшыларының деңгейі жоғары. Өзге өңірлермен салыстырғанда. Оны өздері де мойындаған. Өйткені біздің облыстан 12-13 адам қатысамыз, бар облыстардың. Сонда кез келген тақырыпта, кез келген жерде сөйлейтін де, пікір алмасатын да Қызылорда облысының делегаттары. Оны өздері де мойындап тастаған. Өйткені қарасаңыздар, біздің бір ерекшелігіміз, қарасаңыздар, әрбір ауданның қазіргі уақытта Open, мысалы Жаңақорған, Ащықорған қазақшасы, Open Қызылорда, Open Шиелі, Сырдария деген әр ауданның өзінің бір Facebook парақшасы бар. Сонда халық өзінің мұқтажын, өзінің сұрақтарын қазір әкімдікке келмей-ақ сол поштаға, сол парақшаға жолдай алады. Біздің міндетіміз 3 сағаттың ішінде сол сұраққа жауап беру.
ұтымды жауап беру, яғни ұтымды болғанда қалай оң шешімін шығаратын. Мысалға қарасаңыздар, бірақ әр баспасөз хатшыларының жұмыс стилі өзгеше, әртүрлі. Мысалға қазіргі уақытта 20 жыл болды ауданымызға, аудан әкімі Алмақбай Әміреев келгелі бері бізде жариялық, ашықтық деген ұғым пайда болды қағида. Сонда біздің қазіргі уақытта ауданымыздың қазір 65-70% қазір фейсбук желісінде. Қазір мысалға бұрындары осы әлеуметтік желі болмай тұрып, мысалға әр аптаның 3-5 күндері бізде жеке қабылдау болды әкімнің. Сонда келетін 40-50 адам келетін тұғын ауылдардан. Қазір уақытта келмейді. Қазір уақытта әр жеке қабылдауға келетіндер саны 5-6 асып кетсе 7. Сенімділік бар ол. Уже халықтың сұрағын әлеуметтік желіде уже қойып тастаған. Біз оған тиісті оған жауап беру біз міндетіміз. Сондықтан да қазіргі уақытта енді келетіндер жаңа әлеуметтік желіде жоқтары келеді. Өзінің бір шын жаңағыдай өзін жеке сөйлескісі келетіндер келеді. Былайша ең ұтымды жеріміз сол жер. Мысалы оның барлығы қазіргі уақытта кешеде мысалға Чеченбет Түркістан қаласында болды, семинар болды. Сонда жаңағы білікті маман, тренер жаңағы хэштег арқылы группаны неғып еді, өзінің группасын. Сонда шығатындар тек қана Қызылорда облысының группалар шықты. Әр басқа өңірлерде ондай нәрсе жоқ екен. Сонда қарасаңыздар, біздің ол біздің жетістігіміз. Ешкімге мақтаныш емес, мен мұндаймын деп, бірақ бәрімізге ортақ жетістік, жеңіс осы. Бұл жалпы облыс басшылығының, облыс әкімдігінің Әрине. Халыққа деген ашықтығының, жариялылығының бір көрінісі ғой, енді қарап отырсаңыздар. Әр салада бір-бір маманды осылай халықтың бекітіп. Көп сұрақтар, мысалы мақтағаным емес, көп сұрақтар денсаулық сақтау басқармасына. Бұларды мен шынында келгенде аяп кетемін кейде. Сөз өткені барлығы енді денсаулық емес қой. Көп адамдар жаңағы кішкентай нәрсені үлкен қылып жеткізеді. Шеше алмайды сосын. Бұл кісілер сол сұраққа тиісті жауап береді. Мысалға дәл ондай, мысалға бұл кісілердің орнында болсақ, біз қиындау сауалдарға жауап іздейді деп айтып жатыр ғой, енді әлеуметтік желі арқылы жаңа фейсбугымыз бар, инстаграм парақша, ВК қазір. Мысалға өзге өңірлерден келген қонақтар мысалға келіп, бір ғана мысал өзіміздің университет Қарашаңырақ Қорқытатан алатын болсақ, келіп оның әрбір корпусын аралап, оның ақпаратын іздеп жүруге уақыты жоқ та. Сол кезде келген адам, сырттан келген адам міндетті түрде ресми парақшаны ашып қарайды. Бұл оқу орнында не бар? Болмаса денсаулық сақтау саласы, болмаса жаңа әкімдік барлығының ресми сайтын қарайды. Бұл қандай жұмыс атқарып жатыр, қандай жаңалықтар бар. Сол жағынан алып қараған кезде бұл ақпаратты тез жеткізу және ақпараттандыру саласын сапалы түрде жеткізуге мүмкіндік үлкен зор деп ойлаймын. Жаңа енді Залида сөзін аяқтап үлгермеді. Жалпы ауыл шаруашылық саласы да көп адамға байқала бермегенмен, мынау ұдайы егістіктің басында жүру, мал шаруашылығымен етене аудандарға шығу деген секілді сіздерге де бір талаптар жүктелетін шығар, өз жұмысыңызға қатысты айтып өтсеңіз. Әрине, ондай талаптар болады. Әрине, талап болғанда қалай, сіздің өзіңіздің жұмысыңыз ғой, көрсете білу керексіз, халыққа қандай жұмыс атқарылып жатыр. Қазіргі кезде мемлекеттің тарапынан да көптеген жаңағы мал шаруашылығын дамытуға болсын, мысалы қаржылар бөлініп жатыр. Соны ауылдағы қарапайым жұртшылықтың қолжетімділігі қалай алып жатыр ма, немен айналысып жатыр деген сияқты сондай жұмыстарын көрсетуге болады. Ерекшелігі сол, біз кабинетте отырып қана мынау тапсырма былайынан орындалып жатыр деген сияқты айта алмаймыз. Барып көрсету керекпіз. Кім не істеп жатыр, диқандар не егіп жатыр, биыл қандай сорттар, қандай тұқым түрлерін әртараптандыру бойынша деген сияқты. Біз жаңағы сыр халқы десе күрішті елестетеміз ғой. Қазіргі таңда енді басқа да өнім түрлерін егу деген сияқты, мал басын көбейту, асыл тұқымды малдарды алып келу деген сияқты. Кімдер алып келіп жатыр, қандай жолмен деген сияқты сондай жолдарын көрсеткен сияқты ақпараттарды беруге тырысамыз халыққа. Және білесіздер, енді ауылдың халқы әсіресе біз әлеуметтік желіде отыра бермейді. Болмаса бір сұрақтары көп болады. Қарапайым еңбек адамдары, бәлкім әлеуметтік желіге кіруге де уақыты жоқ шығар. Болмайды, соны. Ал кіріп қалған жағдайда да солардың тілінде жеткізу керексіз. Яғни бір анау сіз жазатын анықтаманың тілі емес, солар түсінбейді оны қарапайым тілде, шаруаның тілінде жеткізесіз. Анда барасыз, мында барасыз.
мына жаққа барып құжаттарыңызды өткізесіз деген сияқты жолдармен. Соның барлығы бізге жүктеледі. Енді қосымша бізде мамандарымыз бар ғой, солардың көмегімен әрине соның бәрін уақытысында дер кезінде жеткіземіз. Былтыр республика бойынша жалпы осы тұрғыда толтырып өтсін, жаңа жақсы айтып отыр әріптесіміз. Біз осы жерде баспасөз хатшылары, жалпы баспасөз хатшысы деген ол басында да Нұрбол айтып өтті. Ол бұқара халықпен жалпы билік арасында алтын көпірде жұмыс қызмет ететін. Ол әрине ол мемлекеттік қызметшілердің барлығын сол санатқа жатқызады. Жалпы мемлекеттік органда істейтіндер. Өйткені бізге беретін ақпаратты біз сала-сала. Мысалы, шаруашылық денсаулық саласында енді Нұржамал апайымыз отырып, ол лордың не істейтін, хирургтың не істейтін, ол жұмысын білмейді. Әрине сол кезде іштегі біз тар мамандықтардың, ол мамандарға жүгінеміз. Олар әрине халыққа жеткізу тілінде көбінесе бір бар мамандар, бірақ дегенмен де сол дайын анықтамалық сөзді, стандарт түрде анықтаманы деп алатын болсақ, анықтаманың сөзін біз соны қарапайым сөзге айналдырып, арасындағы халыққа қалай жете түсінуге болады, жеткілікті қалай жеткіземіз. Ол түсінген кезде халық ертең ананы оқып шығып, түгел оқып шықтым, бірақ ештеңе түсінбедім болмас үшін, соны қарапайым сөзге айналдырамыз. Осы нәрсені айтып өтсек болады. Түсінікті. Мөлдір Қозанова отыр ортамызда, баспасөз хатшысы. Айтыңыз. Сәлеметсіздер ма? Қош келдіңіздер. Неше тәжірибеңіз қандай? Қанша жылдан бері істеп жүрсіз? Мен осы салада 2 жыл болып жұмыс атқарып жатқаныма. Осы ақпараттандыру, яғни бірінші мәселе, енді жалпы қаламда қазір баспасөз хатшыларының негізі еңбегі зор. Барлық, мысалы, қандай сала бойынша, мысалы, мен ветеринария басқармасының баспасөз хатшысымын. Біздің саламыз өте ауқымды, еңбегі зор болып келеді. Жан-жақты зерттеп, жан-жақты ақпараттандырып, халыққа, яғни қоғамға ветеринария саласын жақсы түсіндіре білуіміз керек. Оның жаңалықтарын шынайы түрде жеткізуіміз керек. Ветеринария саласына қатысты бірнеше сұрақтар, сауалдар түседі. Мысалы, қоғамды, әсіресе қоғамдық қарапайым халықтан көп түседі. Қандай мәселе болса да, тағамның жақсы тағамтану бойынша, тағы да мал шаруашылығы бойынша әртүрлі мәселелер, сұрақтар. Соған біз барынша жауап беруге тырысамыз мамандардың көмегімен, уақытылы, шынайы түрде. Түсінікті? Жалпы жаңа айтып өттім ғой, басқа да әріптестерімді айтып өтейін. Жаңа айттым, біздің өңір, сыр өңірі еліміздегі ең мықты. Өткені былтырғы жылда ел бойынша, республика бойынша ең үздік баспасөз хатшысы бізде спорт басқармасының баспасөз хатшысы Лаура Шоңғал. Сол атанды, былтыр ең үздік Лаура баспасөз хатшысы. Шоңғалды да біз бүгінгі эфирге шақырған болатын. Ең үздік баспасөз хатшысы болды. Оның шынынан да әрбір баспасөз хатшысында айттым ғой, әрбір баспасөз хатшысында өзінің еңбектері бар, өзінің стильдері бар. Ал ол кісілерді мысалы атап айтуға болады. Мысалы Зариданың да жұмысында бұл ойлаймыз, ауыл шаруашылық басқармасы не істейді деп. Бұлардың да жұмыстары өте ауыр. Өйткені қаншама субсидиясы бар, басқасы бар. Барлығын осы кісілер ақпараттандырып отырады. Яғни бұдан шығатын ой, яғни қазіргі таңда осы ақпарат дамыған заманда осы баспасөз қызметіне деген сұраныстың жоғарылығы айналып келген кезде қазір ешқандай мекеме жоқ, баспасөз қызметі жоқ. Себебі ең бірінші... Дегенмен, осы жерде айта кету керек, барлық баспасөз қызметкерлері барлығы бірдей білікті, өз деңгейінде салмағы басым деп те айта алмас еді. Өйткені қарапайым халықтан баспасөз қызметкерлері туралы пікір сұрасаңыз, айтатыны кейбіреулер күміс жіп қалады. Олар не істейді, өзі не қылады дегенде бір мекемеде отырып жай ғана айлық алатын бір адам секілді қарайтын да көзқарас бар. Бәлкім бұған кінәлі сол мамандардың қандай да бір өздерінің өз тарапынан бір заманауи қарым қабілетке ие емес, бәлкім бір белсенділігі аз ба, сондай да баспасөз саласының адамдары бар. Бұл жерде бір екінші мәселе шартта, мысалға, мұны мойындауымыз керек. Ақпаратты тарататын көздер баспасөз қызметшісі ғана емес қой, қазір әлеуметтік желілер арқылы ақпарат бірден таралып кетеді. Кейбіреуі дерекке сүйеніп таратылады, кейбіреуі дерекке сүйенбей таратылады. Сол кезде ең бірінші халық жылдам таратылған ақпаратты қабылдайды ғой. Соны қабылдағаннан кейін осылай болған екен, жаңағы дұрыс емес ақпарат болса, қалай жариялаған деген секілді сұрақ туындайды. Бұл жерде сондықтан жаңағы ресми сайт дегенде туындайды да сұрақ. Ресми сайтқа жүгініп барып, сол ақпараттың растығын дұрыстап көзін жеткізуге болады. Яғни сол кезде ақпараттың да шынайылығы көрініп тұрады деп ойлаймын. Ал жаңағы баспасөз қызметшісінің қазіргі таңда сұранысқа ие болуының себебі бір ғана мысал, университетте тіпті
ақпараттарды халыққа хабардар етуге тек бір ғана адамның жаңағы қызметі аздық етіп, біз орталық құрылды қазіргі таңда. Сол орталықта біз мамандар жұмыс істеп жатырмыз. Бір емес, бірнеше маман жұмыс істейміз. Себебі осындай ақпараттандыру жұмысы үлкен ауқымда қажеттілік туындап отырғаннан кейін осындай орталық құруға мәжбүр болды. Сондықтан қазір масс-медиа үлкен бағытта дамып келе жатыр деп ойлаймын. Әрине, әрбір қазір журналист болсын, болмаса жаңағы тұлға болсын, жаңа мобильдік телефон арқылы әлеуметтік желіге кіру арқылы ньюсмейкерге айналып отыр. Ал дегенмен нақты ақпаратты таратушы ақпарат көзі бұл баспасөз хатшысы деп ойлаймын, әрбір мекеменің. Жалпы желіде көрермен тосып тұр, бізді тыңдап көрсек, пікірін. Алло. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен Жаңақорған ауданынан хабарласып тұрмын. Есімім Арман болады. Мен Жаңақорған ауданының жас тұрғыны ретінде пікір айтсам деп едім. Жалпы қазіргі таңда аудан өте қарқынды дамып, көркейіп келеді. Біраз тыңғылықты жұмыстар атқарылуда. Сонымен қатар биылғы жастар жылы қолдау жылында жастарға біраз мүмкіндіктер жасалуда. Бұның бәрі аудан басшыларының қолдауымен және де Нұрбол Бакиров аудан әкімінің баспасөз хатшысы ретінде біраз жұмыстар жасауда. Бұл кісі жастарға үлкен қолдау көрсетуде. Түсінікті. Рахмет хабарласқан. Бар пікірім осы. Рахмет хабарласқаныңызға. Жалпы жаңа айттым ғой, баспасөз. Нұрбол шынымен де өте белсенді баспасөз хатшысы ғой. Қай уақытта да ол жалпы өзінің жұмысы болсын, біз енді әлеуметтік желіде отыратын болғаннан кейін түнімен күнімен 24 сағат доступный 7 күн, 24 сағат 7 күн деген қағиданы ұстанамын өзіме. Сондай доступный мамандардың бірі. Жалпы баспасөз хатшылары ресми ақпарат таратушы. Көп жерде дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Мысалға журналистердің көбінесе журналистер бізден ресми ақпарат алады. Оның бір несі. Енді осы ақпаратқа келсек, енді кейде осы баспасөз конференцияларын өткізіп жатады. Сол кезде сол қандай да бір мекеменің немесе саланың басшысы өзінің беріп отырған ақпаратын көбіне көп мынау сандық деректермен ғана беріп үлгереді. Сол кезде мынау журналистер барып отырған қауым, насихаттайтын қауымға әлгі ақпарат аздық етіп жатады. Яғни сақырлаған цифрлардан бөлек оның ол сала туралы, оның кем-кетігі, жетістігі, бәлкім айқын көрсеткіштер туралы толыққанды ақпаратты осы кезде нақты әрі ұсынатын сіздердің қызмет қой. Бұл тұрғыдан келгенде мен ойлаймын, сіздердің әрқайсыңыздарға өздеріңізге әр күн сайын да бір ізденіс қажет секілді. Осы біліктілікті жетілдіру тұрғысында қандай бір қадамдар бар бүгінгі таңда? Осы айтып өтейін, өз ойымда. Жалпы осы жаңағы сауалдарға жауап берген кезде қанағаттанбай жатады деп дұрыс қой, түп төркіні сұрақтың сауалын. Менің ойымша, осы сұрақтың әрі қарай да жауабын толыққанды алу үшін жаңа Facebook парақшадағы парақшасын ашып көріп, сол жерден тақырыбына орай ақпарат іздесе, барлық ақпарат шығады. Өйткені біз күнделікті әрбір салада не жаңалық болып жатыр. Мысалы, күнделікті журналистерге берілетін ақпараттардан бөлек не атқарылып жатыр, соны сайтқа жариялап отырамыз. Содан ала алады деп ойлаймыз. Ал қандай жаңалықтар енгізе алып жатсыздар дейтін болсаңыз, біз өзіміз осы баспасөз қызметшісі ретінде қарап отырмай ақпарат таратып қана біз өзіміз авторлық бағдарлама ашайық, көрсетейік, өзіміздің саламызда кімдер бар, қандай тұлғалар бар, олардың қандай жетістіктері бар. Осы тұрғыда біздің Прайд деген бағдарламаны аштық және оған университетті бітіріп кеткен түлектер әр салада жұмыс істеп жатқан сол кісілерді қонаққа шақырып, өздерінің жұмыс тәжірибесімен бөлісіп және оны осы өсіп келе жатқан жас өскелең ұрпаққа үлгі ретінде біздің мақтаныш, яғни біздің Прайд деп аштық. Осы біздің авторлық жобамыз көптеген университеттерде жол екен. Сіздерге әрине жұмыстарыңыз құба-құп, дегенмен осы біліктілік арттыру тұрғысына келгенде қандай қадамдар бар? Сіздің сұрағыңыз өте орынды. Өйткені кез келген маман, ол қанша жерден мен осы саланы 100% меңгеріп тұрмын, осыны мен білемін дегенмен де, ол егер өзіңізді дамытпаса, ол прогресс жоқ жерде, ол регресстің басталатыны заңдылық. Әрине. Ол прогресс болмады, регресс басталатыны заңдылық нәрсе. Қарабайырлық, ортаңқол деңгейден аспаған адамдар да кейде сол салаға бір кері ықпалын тигізіп жатады. Ал егер де бір орында тұрақтап тұрып қалатын болса, ол жүрмейтіні рас жұмыстың. Және де жаңа пресс-конференция жөнінде брифингтер, баспасөз мәслихаттар өтіп жатқан кезде, кейбір кезде әрине журналистер қауымының сол беріп жатқан ақпаратқа да көңіл толмай, ол республикалық деңгейде де көреміз, облыс деңгейде де әрбір деңгейде көріп жатырмыз. Ал бізде мүмкін бүгінгі таңда ол біздің тек нені емес, ол баспасөз хатшыларының жұмысын емес,
бүгінгі таңда мүмкін баспасөз брифингтерін өткізу, баспасөз конференцияларын өткізу форматын өзгерту керек шығар. Мүмкін сол жағынан да біз жолдарды іздестіруіміз керек. Жай ғана біз бір таптаурын баяғы ескі қағида бар. Біз отырып алып төрге отырғызып қойып, спикер отырғызып қойып, соның алдына микрофонды қойып қоямыз да, көгертісін алдына қойып, ол айтса, ол алдына саланың мамандарын жинап берді, мысалы, аудан болса бүкіл ауданның несін болмаса алып берді, соның алдында отырып, ол тек қана сөйлеп шығу керек. Ал біз неғып осы баспасөз конференциясын, баспасөз туры сияқты біз көшпелі түрде неғып өткізбеске? Жай ғана нәрсе, ол ауыл шаруашылық саласында болсын, кез келген мысалы денсаулық саласы, соның басына барып тұрып, бір істің оқиғаның басына барып тұрып, сол жерден мини брифинг сияқты сөйтіп осындай. Біздің өңірде бұндай болып жатыр. Болып жатыр, иә. Мысалға қараңыз, мысалға аудан әкімі неге бір брифингке келеді, немесе осы жерде сұхбаттасады. Ол міндетті түрде біз жылына, баспасөз хатшылары бар, жылда өңірлік коммуникация қызметі бар облыста. Сол өңірлік коммуникация қызметі жылда 3 рет 4 рет, мысалы маусымына дейін, мысалға 12-13 осы журналистердің бәрі келеді, үлкен маршрутпен келеді, бір күндік. Сонда осы аудан әкімі жылдың басында айтылған, мысалға айтылған жаңалықтар бар, атқаратын жұмыстардың барлығын осы пресс-турда біз сонымен көрсетеміз. Чтоб жаңа факт айтылды, бірақ оның артында ештеңе жоқ дегеннен гөрі айтылған нәрсенің міне факт, чтоб бар осы мәселе. Неге мынау енді түрлі курстар бар ғой, біліктілікті арттыру. Мен соны сұрап едім сіздерден. Біліктілік көтеруде толқын дұрыс. Былтырғы жылдың өзінде, мысалы, маған жеке өзіме келетін болсаң, мен былтырғы жылде Астанада өткен World жаңағы конференцияға қатысып келдім. Барлық осы жерде 41 мемлекеттен ба келді. Мысалы, мен сонда қатыстым. Халықаралық деңгейдегі біліктілік жаңағы конгресске қатысып келдім, мысалы. Біздің облыстың жаңа басында да айттым, өте жақсы дамығандығы соншалық бізді әр ай сайын өзімізде де оқытып жатыр. Біздің қарайып қалмасымыз үшін. Осы жақында ғана мен денсаулық сақтау министрлігінде болып, бүткіл осы денсаулық сақтау саласының баспасөз хатшыларының конференциясында болып келдім. Өзіміздің облыстан өзімізге салаға қатысты, осы Зарида сияқты жаңа мамандығы өзге бірнеше маманды алып кеттім. Сол жерде барып, көріп, халықпен біз қалай баспасөз хатшысы дегеннің қызметінің қандай екенін білу керек, және қалай халықпен тығыз байланыс жұмыс жасауымыз керек, және халыққа не беруіміз керек, және халықтан не алуымыз керек деген жөнінде. Мысалы, оны жасыратын жоқ. Менің бір ғана менің жаңағы еңбек парақшасы жиналады ғой. Сол жерде сенің жаңағы лишний листок дейді, содан басталатын неде менің папкамде менің біліктілік көтерген сертификатымның өзі 40-қа жуықтайды қазірдің өзінде. Әр жылдарда. Бірнеше рет барып отырамыз. Енді бүгінгі таңда Нұржамал апай айтып отырамыз, пиар менеджментті дамыту керек. Осы кез келген саланың имиджін көтеру үшін осы пиар менеджменттің дамуы, оң ықпалы қажет ақ болып тұр. Өйткені сондай бір заманауи бағыттағы өзінде креативті көзқарас арқылы ғана бүгінгі кез келген көпшілікке ықпал ету, әсер ету, қоғамға ой салу, қандай да бір саланың оң жаңағы беделін қалыптастыруда дәл осы бағытты жетілдіру қажет секілді. Жалпы пиар болмаса, пиар керек. Пиар қажет. Мысалға мен өзім пиарщикпін. Мойындаймын өзім. Бәрі жақсы жағынан пиарщик керек. Пиар керек. Өйткені пиар болмаса жұмыс көрінбейді ештеңе. Сіздердің әрқайсыларыңыз оны жеткізгенде, бәлкім сауатты шығарсыздар, бәлкім жаңағы жеткізу тәсілдеріңіз мейлінше әдеби, көркем болғанмен халыққа бір жаңағы санасына жалт етіп әсер ететіндей бір қадамдар қажет, тәсілдер қажет. Пиардың түрі бүгінгі таңда. Жаңағына сіздің эфиріңізге келерде мен бүгін дүниежүзілік травматологтар күні екен. Соған мен 1-2 сағаттың ішінде тез халыққа жеткізуіне не істедім? Сызықша қойдым, бүгін дүниежүзілік травматологтар күні. Біздің облысымызда жылында 800-900 операция жасалады деген, травматологтар жасайды екен. Тек қана сол сала. Оның 150-дей жоғары мамандандырылған көмек. Жоғары мамандандырылған медициналық көмек деген тізені, буынды қазір ауыстырып жатырмыз. Қолды өзгеден салып бере салатын болдық. Бетің жоқ болатын болса, бетті салып бере салатын болдық. Сүйек жоқ болатын болса, бас жоқ мысалы, түрлі авариялардан бөлек. Оған бас сүйек салып беретін болдық. Жоғары мамандандырылған көмек деген сол. Бұрын ол үшін Алматы, Астанаға сатындығын. Қазір өзімізде жасалып жатыр. Қызық болу үшін сондай бір 3-4 қана адам оқитындай. Мынандай қызық бар екен дегететіндей. Қызықтыра алып кім керек? Сосын сен баспасөз хатшысы өзіңнің
істеп отқан жұмысыңа ғашық болуың керек. Әрине. Ғашық бол, күнделікті Онсыз ғашық болмайды болып отыруың керек. Онсыз сен халыққа шыға алмайсың. Жаңа сіздің сауалыңызды жауап берейін, пиар дейді ғой. Мысалға, бүгінгі сары пресса дейміз, жолды бренд, пресса. мен мысалға әр ауданның өз бренді бар ғой, мысалға мен жыл бойы Жаңақорғанның қарбызы, яғни Жайылма деген ауыл бар, қарбыз деген ғой. Сол Жайылманың қарбызын бренд етемін, соны насихаттаймын. Қараңыздар, мысалы насихаттауға тұрғылық қарасаңыздар, бір ауылда, бізде бір ауданда бір ауыл бір кәсіп деген ұғым қағида бар. Ол не Қырғызстанның несі, системасы, тәжірибесі. Біз соны алып тәжірибе алмастып, қазір бір ауданда соны өңіздік. Қараңыздар, Жайылма ауылында 220 үй бар, отбасы бар. Соның 200 отбасысы қарбыз егеді. Өте тамаша. Қарасаңыздар, қарбыздың дәмі керемет деп айтамыз, ол шынында да керемет. Өте жақсы. Ондай қарбыздар, оны Жетісай, Сарыағаштың өзі мойындап болған. Жайылманың қарбыздың. Ал біз қараңыздар, енді жылдың басында біз аудан әкімі Әміреев айтты ғой, Алмақтыбайұлы. Ертең Құдай қаласа маусымның 1-нен бастап біздің ауданда қарбыз сусынын шығаратын цех қосылады. Ол біздің елде бір ғана. Бір ғана біздің Жауырғанда, Жайылмада, сол жерде қарбыздың суын шығаратын цех ашылады. Ол негізі немістер соғып жатыр. Немістің технологиясымен, неміс кісі бар. Сол кісі қазіргі уақытта осы жұмыстарды қазір бүкіл цехтың оборудованиясын әкеліп қойды. Құдай қаласа ертең негізі маусымның 15-тен бастап біз қарбыз пісе бастайды уже. Күніге қарасаңыздар, күніге мысалға 3 тоннаға дейін қарбызды өндіреді. Ендігі жұмыс соны насихаттау. Біздің ауданның ең ойыншыды Қызылорда облысының ішінде Жауырған ауданның осындай көре білу керек қой, баспасөз хатшысы қандай жақсылық бар. Жаңа бірліктің артты деген бар. Жалпы енді Жайылманың қарбызының сусынның осы біздің брендке айналу үшін сіздің әрбір күнгі әрекетіңіз оң ықпал етеді, насихатыңыз қажет. Шын мәнінде. Осы жерде отырып қалып Нұрболдың айтып отырғанда бір насихат қой. Біз елеңдеп қалдық. Сол қарбыздың сусынын татып көрмекке ынталымыз енді сіз айтқаннан соң. Сол сияқты халықтың осындай бір қызығушылығын тудыру арқылы сол салаға деген көзқарасы түбегейлі өзгертуге, не болмаса қандай да сол сала басшысының оң имиджіне жұмыс жасауға да сіздердің әр күн сайын. Бұл цехтың соғудында өзі несі бар? Мысалға Жайылманың қарбызы жылда мысалға қанша 800 тоннаға дейін қарбыз өндіреді бір жылда. Соны Россияға алып барады. Ресейліктер Ақтөбеден келді, қарбызды алып кетеді. Қызылорда қаласына дейін жетпейді біздің қарбыздың дәмі. Көрмеген, көбісін көрмеген. Ал оны енді соны біз Ресейге жермей, соны өзімізде сол қарбыздың сусынына айналдыру ғой бізге. Дұрыс қой, өте. Мақсаттарымыз өте оң. Жалпы нұр үстіне нұр дейміз. Мұндай дүниелерді естігенде. Біліктілікті артыру дегенге сауалыңыз болды ғой. Бізден облыс әкімінің кеңесшісі Динара Асқарқызы Бейсемина қазір келгелі бері 2 жыл болды. Сол кісінің біліктілігін арттыру мақсатында көптеген қазір семинар өтуде. Ол кісінің де еңбегін айтып қойып отыр, өйткені біздің осындай дәрежеге жеткенімізге, біздің облыстың осындай баспасөз хатшыларының дәрежесінің өсуіне осы кісінің ықпалы зор. Оны да айтуға болады. Жаңа креативті көзқарас, тың тәсілдермен және де осыны бір оң имиджді қалыптастыруға ол кісі әр күн сайын өзіндік ықпал етіп отыр, бұдан хабардармыз. Ол әр салада өзінің біліктілігін арттыру бағытында сертификаттар, жаңа түрлі беретін айтып жатыр ғой, сертификаттар барлығында бар. Түрлі курстар, семинарлар өтіп тұрады. Мысалы, менің өзімде күні кеше елордамыз Нұр-Сұлтан қаласынан келдім. Сол жерде бір апталық тағылымдаманы өттім. Бізде де біздің агенттіктің, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметтеріне сыбайлас жемқорлық агенттігінің ішінде құрамында жұртшылықпен байланыс жөніндегі департамент бар. Арнайы. Сол жерде тұрақ түрде әрбір маманды өңірлерге бөліп қойған, әр маманды тұрақ түрде осы тағылымдаманы өтіп тұрады. Бір апталық тағылымдаманы өттім. Шын айтқанда болмаған өзіме аз көрінді, бір апталық тағылымдама. Әрине, үйренген нәрсеміз көп. Барған кезде сол жерде бүгінгі таңдағы қалай ақпаратты жеткізу. Жаңа баспасөз конференциясын айтқан кезде мен мына жерде Нұрбол әріптесім жөндеп түсінбей жатыр. Баспасөз турын өткізіп жатқан білеміз. Ол баспасөз туры мен аудандық ішкі саясат бөлім басшысы болған кезінде ол бұрыннан өткізіп жатқан ол тәжірибедегі бар нәрсе ғой ол. Барлығын бар нәрсе. Мен айтып тұрмын, баспасөз конференциясын сондай бір басқа бір форматқа ауыстыру. Басқа бір форматқа ауыстыру. Ол біз бұрынғы ескі қағидадан шығу нәрсе. Осы жерде кеше бізде бір жақсы бір нәтижені істеді. Ол Астана қаласына брифинг беріп, облыстарда, өңірлерде онлайн
режимде отырғызып қойып, осы жақтан журналистерді қатыстырып, журналистер сол жерден сұрақтарын да қоюға болады. Ол әрине Астанада отырған кісіге ол ешкім сұрағын қоя береді, мына жерде жай қарапайым күні. Ал ол жерде тұрып бізде агент төрағасының орынбасары Шайын Айгүл Амантайқызы сол кісі брифинг өткізді, тағы басқа да спикерлер көптеген. Сол кезде спикер өткізген кезде сол жерде сұрақ қоюға, өңірлерден де сұрақ қоюға, кез келген адам сұрақ қоюына бар. Әрбір біздің де өңірден қатысты, осы сіздердің телеарналарыңыздан қатысты, қоғамдық телеарнаның қоғам ТВ-дан, Сыр бойы, Кызылорда инспекция, Кызылорда институт газеттерінен, осы интернет сайтынан журналистер қатысты. Әрқайсысы өздерінің көңілден сұрақтарын қойды, сұрақтар қойғысы келгендер, сұрақтар қойғысы келмегендер әрқайсысы сауалдар қойылғанда меніңше шынайылықты сақтаған жөн, өйткені мысалға кейде болады, әлдеқандай бір жаңағыдай шаралар ұйымдастырады да, дегенмен сауалдары бір нақтыланған, алдын ала белгілі болып, соның аясында ғана жауап беріп отырады. Ал кейде мынандай бір көкейкесті дүниелердің шынайы бір қарым-қатынас ретінде жүзеге асқаны кейде бізде мындай болады. Көп адамдар мынау басқа облыстарда біз мысалы бір пост жазба дейміз ғой, жазсақ біз сынайды. Сен аудан әкім баспасөз хатшысың ғой, мынау жазғаның не шамалы жасай деп шамалы неге кітап оқса дейді да. Ал біздің міндетіміз ол алматылықтар немесе астаналықтар көрсін демейміз. Біздің міндетіміз ауданның тұрғындарына қарапайым түрде, қарапайым тілмен жеткізу. Біз соны үйреткен. Сауалдарда уақытылы жауап. Мысалға жаңағындай ғой. Мысалы керемет қылып жазғаннан гөрі қарапайым тілмен өз диалектімізде тұрғын ең бастысы. Әр жергілікті жердің өзінен диалектісі бар, ұғынықты болатын. Тез қабылдауға да санаға оңай. Мысалы кейде баспасөз хатшыларының баспасөз парағының өзінен кейбір осындай олқылықтар көрініп қалып жатады, тілдер ұғынықсыз бір сондай көзге, құлаққа қабылдауға бір тосын. Осы кезде мен ойлаймын, стилистикасы да осы баспасөз мамандарының стилистикасының да бір оң қалыптасатын кезі келген секілді, өйткені көз сүрінуге бір маған керегі, мен өзім басқа Қызылорда немесе шетел емес, маған керегі ауданның тұрғындары осыны оқысын деймін. Түсінсін. Аудан халқымен етене байланысты. Нұрболдың айтып тұрғаны өзінің ауданның көлемінде дұрыс қой. Бірақ дегенмен де біз мына нәрсені ескеруіміз керек. Біздің әлеуметтік желіні ашқаннан кейін ол парақша әлеуметтік желіден болсын, болмаса ресми интернет ресурсты ашқан кезде біз оны тек қана біз өзіміз аудан болмаса біз осы Қызылорда облысын ғана демейміз ғой. Сол нәрсені айна ол Жаңақорған аудан білгісі келген адам Жаңақорған ауданының жаңа несі керек. Болмаса біздің Қызылорда облысындағы мемлекеттік қызметтер сыбайлас жемқорлық департаментінің қызметін білгісі келген адам интернет ресурсқа кіреді, біздің әлеуметтік желіде парақшаға келеді, осы кіру арқылы осыларды көреді. Ютубта да сайт бар, сол арқылы не жарнама бар, не көрініп жатыр. Және мен айтайын деген дұрыс, жаңа сіз жақсы нәрсені айтып өттіңіз. Бүгінгі таңда баспасөз хатшыларының қай саланы қарамасын, соңғы кезде қарасаңыз, баспасөз қызметіне жауап беретін туралы. Баспасөз хатшысы мемлекеттік қызметте, мысалы, арнайы баспасөз хатшысы деген лауазымда жоқ. Бас маман, болмаса бір жетекші маман сонда да жүктелген. Тире баспасөз хатшысы деп өзіміз қосып алып жүрміз. Ал баспасөз хатшысының бүгінгі таңда оны арнайы статус беретін және оған белгілі бір талап жоқ, біліктілік талап жоқ. Ол ауыл шаруашылық басқармасы өзінше бір талап қояды. Жаңақорған ауданының ол жариялаған кезде өзі бөлек талап қояды. Жаңақорған ауданы тіпті ол мемлекеттік қызметші де емес. Мысалы, Нұрбол мемлекеттік қызметші де емес. Баспасөз хатшысы. Сондай сияқты осы баспасөз хатшысына арнайы статус беріп, және оның біліктілік талаптарын белгілі бір жүйеге енгізген дұрыс деп ойлаймын. Әйтпесе бүгінгі таңда біз не көріп отырмыз? Ауыл шаруашылық саласында бөлек талап қойылады, біліктілік талап. Ветеринария басқармасында бөлек, денсаулық сақтау саласында бөлек, әр салаға бөлек өзінің талаптары бөлек, біліктілік талап. Ол бір жерге, мысалы менің өзім заңгер мамандығым, өйткені бірақ ішкі саясат саласында істегесін осы жұмысқа жақындау болғасын осы салаға келдім. Ал Нұрболдың да мамандығы журналист емес. Сол сияқты осы нәрсеге бір арнайы осы бір уақыт жеткен сияқты. Баспасөз хатшыларын бір жүйеге енгізіп, баспасөз хатшылары деген арнайы оған мамандық беріп, статус беріп, баспасөз хатшыларында бір өзінің алдына бір маман есебінде қарайтын уақыт жеткен сияқты. Дегенмен айта кеткім келеді, енді өзіміз әріптес болғаннан соң мен ұдайы куә болып жүрем. Бағдат, сіз баспасөз хатшысы ретінде бір соншалықты жылдамдықпен, соншалықты бір жаңағы апай айтпақшы өзінің ісіне ғашықтықпен қызмет атқарасыз. Жалпы біздің бағдарламалардың өзінің әрқайсысында сіздің саланың қандай да бір жаңа ұтымды тұсы, жетістіктерін насихаттауға тырысатыныңыз, пейіліңізді байқап қалып, бір соншалықты белсенді. Адам өзінің мамандығын, өзінің жұмысын, саласын сүйу керек дейді ғой. Мысалға мен бөлім басшысынан
баспасөз хатшысына ауыстым. Айлығы мысалы 40 мың теңге төмендеу мысалға. Просто өзім осыған бейімделдім. Осыған бейіммін да. Чем басшы болғаннан гөрі баспасөз хатшысы болған маған өте қатты ұнайды. Ұнады. Халықтың өз ішінің өкілі іспеттесіз ғой. Бәлкім сол тұрғыдан келгенде сізге жақынырақ болған шығар. Толқын, жаңа сен өзің бір сауал бердің бе деп. Иә. Сауалдарды жаңағы мен ойланып отырмын соған. Өзіңіз айттыңыз, алдын ала дайындалып қойған бір сұрақтарға жауап беріп деген сияқты алдыңыз. Иә. Біздің салада, мысалы, бәрі білет, біздің тәжірибемізде 2 жылдан бері басқарма басшысы Әлназарованың өзін тікелей ол халықты мен шынайы білгім келеді деген нәтижеде бізде Facebook парақшасында ашық диалог деген құрдық. Соған біз сұрақтарыңызды о баста қазір сұрақ түседі, қазір жауап беріп, шамалы тәжірибе жинақтамағандығымыздың кесірі ғой, солай жауап беріп отырдық та, кейбір сауалдардың жауабы үстірт кеткен болды. Кейін біз тәжірибе жинақтап алдық, сауал жинап алатын болдық та халықтың Facebook парақшасында. Назарға алынды деп астына отырамыз да, сол сауалдарды талдап, соған жауап беретін болдық. Мінекей шынайылық деген, мінекей деген халықтың нағыз біз осыдан, тек қана басқарма басшысы емес, тек қана сол басқарма емес. Менің өзім сол сауалдардың нәтижесінде Нұрбол айтпақшы, біздің саламызда не болып жатқанын білдік. Біздің саламызда нені жетілдіру керектігін білдік. Біздің саламызда қай бағытқа қарай бұрылу керектігін жөнін білдік. Мінекей, осыдан келіп басқарма басшысы ашық диалог Ақмарал Шәріпбаевна содан кейін барып жұмысты бұрды. Былай мінекей нағыз халық ашық диалогтың арқасында бір-бірімен табыстық, яғни бір-бірімізге пікір алмасу дәрежесіне деңгейлес келдік. Тіпті сол әлеуметтік желілерден кейбіреулер қызып кетіп, кейбір жерде енді өзіңнің жаңағы жүрегің лүпілдеп тұрады, жауап бергің келіп тұрады. Анамын мен мысалы, мен әжемін, кейбір нәрселерге жүрегімменен жаным жылап тұрып, кейбір сауалдардың жауабын бере алмай отырсақ, кейде ана оңаш айтқым келіп кетеді, телефонымды жазып келіп жіберем жаңағы жерде. Сосын кейін қазір мен өзімді кейде мат терезесі сезініп қалам. Сіз әлеуметтік желіге жазып едіңіз ғой, менде осындай сұрақ бар деп звондап тұрады маған. Бір жағынан мен оған шаршаймын, но шаршағанмен қуанам. Сол адамға жауап бере алғаныма рақаттанасың. Жаңа ғашық болу деген сол. Кішкентай үмітін үкілеуінен, сенімінің үдесінен шығуға. Кейбіреулер мысалы шешілмейтін мәселе болады, кейбірім шешілмейді. Рас, шешілмейтін. Бірақ шешілмейтін мәселені қалай жауап бересің? Шешілмейтін мәселеге ана адамменен телефонның аржағын тіпті кейде шақыртып та аламын өзім. Психолог боласың сен, ана адамменен әкелеп, көкелеп отырып, соны басқа жаққа, ол қатып қалған, ана сол көзқараста, тек сол болу керек деген өзі. Бірақ соны әкелеп, үкілеп, соны болмайтындығын соған жеткізіп, ол бірақ күндердің күнінде болатын, тіпті болмайтындығын соған жеткізуге тырысасың сен. Сол кезде енді қараңыз енді Бағдат. Осы кезде бар сенің ұялайды махаббатын болады. Баспасөз хатшысы не енді өздеріңіз пайымдай беріңіздер. Бір жағынан қарасаңыз бізде Қызылорда қаласында мен өзім қатты мысалы риза болатын Facebook парақшасында Open Қызылорда деген бар. Мысалға олардың жұмысына мен тіке таң қаламын. Қалай үлгеретін түнгі 1 болса 2 болса да қарапайым мысалға тұрғындың кез келген мысалы Қызылорда қаласында үлкен жер ғой, ауданда қарағанда Қызылорда қаласы енді үлкендеу, ауқымды. Кез келген тұрғын мысалға жолдың бір жерінде мысалға бір суы бұда сымызып кетсе де, немесе құдықтың беті ашып кетсе де, дер кезінде қазір халық үйренді. Халық үйренді қазір. Суретке түсіріп алып та жібереді Open Қызылорда. Open Қызылорда бір сағат 2 сағаттың ішінде соның орнына келтіреді. Мен соған мысалға өзім кейде таң қаламын да, не деген күш, не деген жылдамдық. Иә, не деген жылдамдық деймін. Енді шын дегенде ол жерде ұжымның ауызбіршілігі. Бір ғана адам емес. Басшының біліктілігі. Нұрбол, басшының біліктілігі бұл жерде. Басшының біліктілігі. Бұл жерде ұжымның басшының біліктілігі. Ода болмаса мысалға дегенмен мына қарап отырсаңыздар ма, халық қанша дегенмен көптің көңілінен шығу оңай емес. Соншалықты қарқынды жұмыстар атқарылып жатқанның өзінде әлдебір адамның көңілі көмілжейтін, әлдебір адам наразы болып қалатын мезеттер көп. Осы тұрғыдан келгенде жаңағыдай жылдамдықпен жасалып жатқан жұмыстарды көріп те әлдеқандай сын айтқысы келіп отыратын тағы бір өкіл де бар. Айтқаны халыққа дұрыс. Халыққа кез келген жерде халыққа дұрыс. Оларда мысалы бізде кейде ренжиміз. Осы біз жақсылық жасаймыз, бірақ жақсылықтың ешқандай рахметі жоқ дейді. Рахмет айтады. Рахметі көп, бірақ олар іштей айтпағанын жазбағанмен кез келген жерде мысалға сізге рахмет, сіз Нұрбол Бакиевсіз ғой, рахмет сізге, анау мәселені шешіп бердіңіз, қуанып қаласың. Мысалы кейде мен әкем
әкем шешем бір жерге қонаққа барса, жаңағындай сұрақ қояды, айтады да, сіз балаңыз пәленше, оларда біз қуанып қалады. Кейде олар балам бір жерге қонаққа барып, сен туралы мақтады. Мені қуанып қаламын. Марқайып қаласыз. Иә, марқайып қаламын. Одан бір үлкен не ғой. Екінші жағы да бар да, сұрақ қояды, сол жерде жауап береді деп, мысалы, сол секілді тағы да бір интернет ресурстар жаңағы көздері болады, мысалы, критика қызыларда. Сол жерде әртүрлі посттар жарияланады. Соның сұрақ қойылады және наразы болып жатады. Соның сұрақтарына жауап берген кезде, түптің түбінде сол сұрақтың жауабының егесін іздеген кезде кейбіреулер сынап қойып отырады. Ар жағында ешқандай ондай мәселе жоқ. Сондай да мәселелер туындап жатады. Жалпы мынау кейде туындайтын сол негатив пікірлерді, көзқарастарды позитивтік тұрғыға айналдыру үшін сіздердің үлестеріңіз қажет. Шынымен де баспасөз хатшысы кейде негізсіз сын пікірлер айтылып қалып жатады. Кейде сауатсыз көзқарастың кесірінен тұтас салаға тіл тигізгісі келетін сынап қояды да, сол кезде баспасөз қызметінің жұмысы көрінеді. Сондай жағдайларда болып жатыр. Жұмыс істейді екен ғой, міне жауап беріп жатыр. Рахмет деген секілді. Жалпы жақсы жұмыс. Дегенмен сіздердің осындай статустарыңызға, әр күн сайынғы үздіксіз еңбектеріңізге деген көзқарас қаншалықты? Енді жаңа сіздер хабарға дейін айтып үлгердіңіздер, мынау журналистер мерекесі келе жатқан кезде кейде біз өзімізді журналистер де емес, мемлекеттік қызметкер де емес, бір екі ортада сезініп қаламыз, бір назардан тыс қаламыз дегендей уәж айтылды. Сұратты басында эфирден тыс алдында айтып қалдыңыз ғой, қалай сіздерге мән береді деп. Негізгі журналистер күні деген атаулы күн бар, мереке. Кейде бізді құттықтайды, бірақ өзіміз сезінбейміз, өйткені шын мәнінде енді сөздің ашығы бізді онша біз елермейді. Назардан тыс қалып қойып жатасыздар. Мамандығыңыз журналистика болмағандықтан ба, жай ғана марапаттың, қошеметтің төрінен кейде тысқары қалып жатасыздар. Журналистер сүркі түсіріп, оларды жазба ретінде айтып қана қаламыздағыны, ал біз ол жерде жоқпыз да, сол жерден шамалы кінжілденбіз. Қынжылып қаласыздар. Әлден айтқыңыз келіп отыр ма? Айтып үлгеріңіз. Байланыс туралы айтып атқаным ғой. Бізде қазір осыдан деп есіме алып отырсам, осыдан 2 жыл бұрын қандай едік бізде? Халық өзінің жауабын ала алмайтын, сондықтан ашулы болатын, билікке ашулы болатын. Ал қазіргі таңда біліп тұр жауап келетінін, адам қалай бір өзінің бір жауабы жоқ сұрағы болса да, ішіндегісін төккісі келеді. Оны біреуге тыңдатқысы келеді. Оны тыңдайтын адам біз. Біз оны жұбату керекпіз, жарайды, біз сізді тыңдадық, жарайды, жауап болса жауабын береміз деген сияқты тыңдайтын. Ол адам арғарай алып кетпеуі мүмкін, негативті арғарай дамытпауы мүмкін, бірақ сол кезде ол төгу керек ішіндегі нәрсесін. Кім тыңдайды? Жаңағы биліктен тыңдайтын біз. Оны жеткізетін де біз деген сияқты сондай жұмыстарды атқаратынымыз. Жаңағыдай сол журналистер күнде деп айтамыз ғой. Расында да еленбей қалып жатамыз. Бір-екі адам құттықтауы мүмкін, бірақ біз өзіміздің жұмысымызды ары қарай жалғастырып, журналистерге жұмыс жасап кететін уақыттарымыз болады, ондай ол үйреншікті нәрсе, енді өзінің жұмысымыз болғаннан кейін. Олай болса, бүгінгі баршаңызға студиямыздың төрінен табылып, өз салаларыңызға қатысты міндеттеріңізбен, жауапкершіліктеріңізбен бөліскендеріңізге алғыс білдіреміз. Әрқашанда осындай елге игі ықпал ететін оңтайлы қызметтеріңізде абыройлы болыңыздар. Баспасөз хатшыларының білікті қызметі, сауатты қағидасы кез келген саланың игі насихатталуына, елмен етене қарым-қатынаста болуына ықпалы зор. Бұл өмірдің өзі көрермен. Сәрсенбінің сәтінде сағат 19-да тікелей эфирде есен сау жүздескенше. Сау саламатта болыңыздар.